Қымбатты достар, Дебют Арт Академиясының алғашқы семинар сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбына көшпес бұрын, мен алдымен шешендік өнер жайлы қысқаша мағлұмат беріп кетпекпін. Өздеріңізге белгілі, соңғы кездері мынау саясаткерлер, діни уағыз айтушылар, лекторлар, жалпы көпшілік алдына шығып сөз сөйлеушілердің қатары көбейе түсуде. Және олардың шешендік өнерге деген қызығушылығы да арта түсуде. Бұл түсінікті де. Себебі қай мамандық иесі болмасын, көпшілік алдына шығып сөз сөйлеуші адам өз сөзінің айқын да мәнерлі, естіген құлаққа жағымды, өтімді болуын қалары сөзсіз. Міне сондықтан да осы шешендік өнерге бет бұрған әрбір адам оны өзінше зерттеп, өзінше зерделеп, өзінше түсініп, тіпті соңғы кездері осы шешендік өнерге баулимын, тәрбиелеймін деушілердің де қатары өсіп келеді. Қалай десек те, кім қандай ойда болса да, қандай пікірде болса да, бір нәрсенің айқын екендігі анық. Ол шешендіктің тоқтамай көп сөйлеумен өлшенбейтіндігі. Бастауын сонау шығыс елдерінен алған шешендік өнер Грекия мен мынау Рим мемлекеттерінде қанат жайып, біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдың соңы мен 4 ғасырда ежелгі Афинада өрістей түсті. Оған бірден бір себеп сол кездегі Грекиядағы саясат, экономика, ғылымның дамуы мен мынау сот отырысы, сот мәжілісі жайлы шыққан заңдар болатын. Сол кездегі Солонның заңның бір тармағына енгізген мына бір сөздері бұл шешендік өнерге деген құлшынысты арттыра түсті. Солон былай дейді: сотта әрбір қорғалушы адам өз мүддесін өзі қорғау керек деген. Әрине, ол кезде кез келген адам өз мүддесін өзі қорғай алатын жағдайда болған жоқ. Сондықтан да ақырындап легографтар пайда бола бастады. Яғни сотта сөйленетін сөзді дайындап берушілер. Міне сондайлардың алғашқысы болып, сол кездегі белгілі саясат қайраткері Демосфен шықты. Ал сол кезде келесі бір мемлекетте Римде де шешендік өнер дамып, Цицеронның аты шыға бастады. Біртіндеп осы шешендік өнерге баулитын мектептер ашыла бастады. Жалпы сол кездегі халықтардың әрқайсысы дерлік осы шешендік өнермен айналысуға ұмтылып, тіпті осы шешендік өнер бұл сол халықтың, сол мемлекеттің мәдениетінің бір бөлшегі ретінде қаралып саналды. Осы шешендік өнерді зерттеушілер де шыға бастады. Солардың алғашқысы болып, шешендік өнерге ғылым ретінде қарап, оны зерттеген адамдардың бірі бұл Аристотель еді. Ол өзінің біздің заманымызға дейінгі 335 жылы жазылған риторика атты еңбегінде сол өз заманының шешендерін, олардың сөйлеу мәнерін, сөз құрастыруын, жалпы тіл техникасын зерттей келе мынандай бір қорытындыға келеді: егер сөзің анық болмаса, сенің ойыңды ешкім түсінбейді деген. Бұдан шығатын қорытынды: әрбір осы шешендік өнермен айналысам деген адам жалпы тіл техникасына қатты мән беру керек. Біз осы сабақты бастамас бұрын осы онлайн сабақты ұйымдастырушы жігіттермен ақылдаса отырып, шешендік өнермен айналысқысы келетін адамдарды бір фундаментальны бағыт-бағдар беруге, және де сол Аристотельдің қағидаларына сүйене отырып тәрбиелеуге ұйғардық. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене бұлшықеттерін босаңсыту және мүсінсіздігі. Неге біз осы тақырыптан бастағалы отырмыз? Себебі мынау адамның психикасы мен физикасының арасында өте тығыз байланыс бар. Мысалы, адам қалай жүріп тұрады, қалай қозғалады, соған байланысты сөйлейді.
Мысалы өте баяу, маңғазданып жүрген адам, ол еш уақытта жылдам сөйлемейді. Немесе өте жылдам жүретін адам, жылдам қозғалатын адам, өте бір байсалды, баппен сөйлемейді. Яғни, бұдан шығатын қорытынды адам қалай жүріп тұрады, қалай қозғалады, солай сөйлейді деген сөз. Қазақ айтқан ғой, егер сөзіңді түзегің келсе, алдымен жүріс тұрсыңды түзетейді. Сондықтан біз осы тақырыпты алып, осы тақырыптан бастағанды жөн көріп отырмыз. Дене бұлшықеттерін босаңсыту. Бұнымен қалай айналысуға болады? Мысалы, бір мезгілде адам өзінің дене бұлшықеттерін барлығын бірдей босаңсыту мүмкін емес. Сондықтан алдымен бөлек-бөлек, мысалы аяқтың, қолдың, жауырын жота, мойын, жақ бұлшықеттерін жеке-жеке ширықтырып, босаңсытып, жаттыққан дұрыс болады. Мына дене бұлшықеттері бір ширығып, бір босаңсыған кезде адамның қан айналу процесі жанданып, оның тонысы көтеріледі екен. Осылай үйден біраз жұмыс істеп жаттыққаннан кейін, бұлшықеттерін зердесіне салғаннан кейін, біз дене бұлшықеттерін босаңсытуға арналған бір жаттығуды назарларыңызға ұсына аламыз. Қазір менің қасымда көмекшілерім бар. Сол көмекшілерім арқылы сіздерге денені босаңсытуға арналған бір жаттығуды көрсетпекпіз. Қабыл алыңыздар. Сонымен біз алғашқы жаттығуымызды көрсетеміз. Менің көмекшілерім Жұлдыз және Әли. Бірінші жаттығуымыз бұл дене бұлшықеттерін босаңсытуға арналады. Кәнекей, шалқамыздан жатамыз. Аяқ қосылды. Қолдарымызды жоғары қаратай жібереміз. Жібер, еденге былай еркін жату керек қол барынша. Жалпы өзі бір тегіс жерде жасалынатын жаттығу бұл. Оң қолымызбен оң аяғымызды барынша созамыз. Аяқтың ұшын өзімізге қаратай тартамыз. Кәнекей, бір деген кезде барынша созып, екі деген кезде демдірлеу арқылы денені босаңсытамыз. Кеттік. Бір. Созамыз. Екі. Жақсы. Тағы да. Бір. Оң қолмен оң аяқ. Өкше керіледі. Екі. Жақсы. Тағы бір рет. Үшінші рет. Бір. Создық. Керілдік. Жібердік. Өте жақсы. Енді сол қолмен сол аяқты тура осылай жасалынады. Кеттік. Бір. Керлеміз. Екі. Сол қолмен сол аяққа нагрузка беріледі. Кеттік. Тағы да. Бір. Создық. Жібердік. Екі. Дұрыс. Денені босаңсытқан кезде демді үрлеп бірге босаңсытамыз. Кеттік. Бір. Создық. Екі. Өте жақсы. Енді екі қол, екі аяқты бірдей. Кеттік, кәнекей, внимание. Бір. Керіл, соз. Екі. Жақсы. Босаңсытыңдар. Демен бірге денені босаңсытыңдар. Жаңа керілген жағдайда, дене ширыққан жағдай мен босаңсыған жағдайды екеуінің айырмашылығын сезе отырып жұмыс істеңдер. Кеттік, тағы бір рет. Бір. Керлеміз, созамыз. Екі. Жақсы. Соңғы рет. Кеттік. Бір. Керлеміз, созамыз. Екі. Өте жақсы. Енді өкшені біріктіреміз. Аяқтың басын анау балықтың құйрығы сияқты екі шетке қаратай. Жібереміз аяқтың ұшын. Қолымыз соқ алтында. Енді кәдімгі балықтар үзеді ғой, қимыл жасап. Тура солай екі аяқтың ұшын екі шетке қаратай, мысалы, жылдам, ары бері сілкілеу арқылы бүкіл денені ақырын дірілдетіп босаңсытуға тырысамыз. Кеттік. Жылдам сілкілеуге тырысыңдар. Одан да жылдам сілкілеу керек. Жылдам, кәдімгі балық жүзген сияқты. Сол кезде бүкіл дене босаңсиды. Қолыңды жібер, Әли. Еркін болу керек қол. Ешқай жерде қысым ширығу жоқ. Дене еркін. Мойын бұлшықеттерде бәрі жылдам. Жақсы. Міне бұл денені босаңсытуға арналған
жаттығуымыз. Бұл Жұлдызбен Әли алдын ала дайындалған адамдар емес. Қазір осы экранның ар жағында қарап отырған жігіттер, қыздар болатын болса, солармен бірінші рет жасап жатқан адамдар. Түк те қиындығы жоқ, өте жеңіл жаттығу. Тұрамыз, ары қарай кеттік. Енді бір айта кететін жағдай, біз енді осы уақытқа дейін тып-тыныш жатқан организмге кішкене шұқылап тисе бастадық қой. Яғни бір жаттығу жасағаннан кейін міндетті түрде мына адамда орыстар айтады, использованное дыхание дейді. Яғни қолданыстан шыққан демді шығарып тастап отыру керек. Бір қызығы осы орыстар оны очистительный выдох дейді, біз қазақтар оны өкпені тазарту демалысы деп алдық. Бір қызығы, қазір бұл дәлелденген дүние, осы өкпені тазарту жаттығуын жасағаннан кейін адамда бір тонус жақсарып, мысалы жұмыс істеп жатып, ортасында осы жаттығуды жасаған болса, ары қарай жұмысты құлшыныспен жалғастыруға мүмкіндік туады екен. Біз осы жағында қарастырып отырмыз, және де денсаулық жағында қарастырып отырмыз. Әрбір жаттығудан кейін өкпені тазарту жаттығуын жасап тұруға міндетті. Сөз өнерімен айналысатын әрбір адам. Жалпы бұл жаттығу 4 фазадан тұрады. Бір деген кезде кәнекей жасап көрсетейік. Қолымызды жоғары көтереміз. Қол былай ұсталынады. Бір деген кезде жоғары қолды көтереміз. 2 өкшені көтереміз. 3 шалқаямыз. 4 деген кезде оң жаққа қаратай бір адымдап, денені төмен қаратай сылқ еткізіп тастай саламыз былай. Енді осы жаттығуды деммен біріктіретін болсақ, демді 3 рет ақырын сору керек. Бірден қатты демді тартудың керек жоқ. Себебі қатты сорған кезде ол ауа бар тіреліп қалады да, өкпеге ауа толық енбейді. Сондықтан ақырын мысалы 1, 2, 3 деп 3 рет дем аламыз. 4 дегенде бір шетке қаратай адымдап, денені төмен қаратай тастай салып, демді үрлейміз бірге. Дене бұлшықтар, мойын бұлшықтар барлығы бос болу керек. Кәдімгідей бір шелек суды былай лақ еткізіп төккен сияқты, демде бірден ауыз қуысына қаратай бағытталып, сыртқа демді үрлеп шығарып тастауымыз керек. Кәнекей көрейік, бірге жасап көрейік. Кеттік, қолды көтереміз. 2 аяқтың ортасын жина. 2 аяқтың ортасы бірігіп тұрады. Біргет. Кеттік. 1 қолды көтереміз. 2 өкшені көтердік. 3 шалқайдық. 1 жаққа адымдалып демді үрлейміз. Жақсы. Жұлдыз, осы кезде, мысалы, денені тастай салған кезде бүкіл дене бос болатын болсын. Мойын бұлшықтар, дене, қол барлығы бос болу керек. Және де төмен қаратай денені жылдам тастай салу керек. Өйткені егерде жылдам қимылдамасақ, онда өкпенің қуыс-қуысында жаңағы қолданыстан шығып дем қалып қою мүмкін. Қалып қоймас үшін бірден сылқ еткізіп тастай салып, ауаны бірден сырт қаратай үрлеп шығарамыз. Тағы бір рет жасап көрейік, кәнекей кеттік. Қолды көтереміз, дем аламыз. 1, 2, 3, демді үрлейміз. Қаттырақ үрлеуге болады былай. Демді толық шығаруға болады. Кәнекей тағы бір рет қайталайық. Кеттік. 1, 2, өкшені көтереміз. 3 шалқайдық, адымдаймыз, үрлейміз. Жақсы. Бұл өкпені тазарту демалысы. Енді біз мүсін түзілуіне арналған жаттығуларға көшеміз. Бірінші жаттығу енді ол кез келген адам, балалар бақшасында, немесе жас кезінде, бала кезінде ол жаттығуларды жиі жасаған. Әркім әртүрлі атайды. Біреу оны лодочка дейді. Солай ғой, Жұлдыз. Әртүрлі атайды. Кәнекей сол жаттығуды көрсетейік. Енді етбетімізден жатамыз. Қарнымызға етбетімізден жатамыз. 2 аяғымызды ұстаймыз. 2 қолымызбен. Мінекей, 1 деген кезде кеудені, аяғымызды өзімізге тартып, кеудені көтереміз. Ешқандай ары бері былай качас етудің керек жоқ. Баяу, денені көтердім. Баяу, плавное движение должно быть. Төмен қаратай денені түсірдім. Бұл жерде көкірек клеткісі алды қаратай созылу керек. Алды қаратай жылжиды көкірек клеткісі. Кеттік бірге. 1, соз, 2, жақсы. 1, тарт барынша. 2, көкіректі алды қаратай шығаруға тырысу керек. Кәнекей кеттік тағы да. 1, 2, жақсы. Аяқтарын сүріңдер. Тұрыңдар.
Бұл жерде дем жайлы ойлаудың керек жоқ. Дем мәселесін адам организм өзінен өзі реттеп отырады. Бұл бірінші жаттығу. Екінші жаттығу замок деп аталады. Оны бір қырынан тұрып көрсетуге болады. Саусақтарымыз артымызда бір-бірімен айқасқан. Алдымен екі иықты алдыға жылжытамыз. Бір дегенде, екі иықты жоғары көтереміз. Үш дегенде артқа қаратай қолды төмен қаратай баса отырып, көкірек клеткасын алдыға қаратай жылжытамыз. Осы кезде шынтақ жазылу керек. Саусақтар бір-біріне айқасқан, екі шетке тарта отырып басамыз. Ажыратуға тырысып тартамыз, бірақ жібермейміз бір-бірінен. Келістік қой? Кеттік, кәнекей бірге жасайық, бәріміз кеттік. Бір иық алдыға, екі жоғары, үш артқа қаратай айналдыра тұрып, төмен қаратай басамыз, осы кезде дем дүрлеп шығарамыз. Кәнекей тағы бір рет. Екі аяғың ортасын жинақ кішкене, әли. Кеттік, иық алдыға бір, жоғары екі, артқа қаратай айналдырдық, төмен қаратай бастық, үш, үрлейміз. Осы қалыпта иық қалсын, қолдарын жібере салыңдар. Мүсін осылай зү болу керек. Әлидің екі иығы кішкене жоғары қаратай шығыңқы екен, көтеріңкі. Ол ақырын төмен қаратай түсу керек. Бұл жерде көкірек клеткасы алды қаратай жылжу керек. Бұндағы мақсат немене? Негізгі мүсін жаттығуның. Кеуде мен құрсақты бөліп тұратын жерде диафрагма деген көгет болады. Осы диафрагманың жұмысын жандандыру үшін мүсін міндетті түрде түзу болу керек. Егер мүсін түзу болмаса, ол тынысты қою мүмкін емес. Яғни бұл диафрагманы тыныс бұлшықеттері деп атай береміз кейде. Осы диафрагманың жұмысын жандандыру мақсатында міндетті түрде мүсінді түзу ұстап, кеудені тік қалыпта ұстап үйренуге міндеттіміз. Бұл екінші жаттығу. Үшінші жаттығу көшейік. Үшінші жаттығу жалпы қабырғаға істелінеді. Балаларды бір қырынан түсіретін шығарсыңдар. Былайынан. Алдымен оң қолды қабырғаға қоямыз. Сол қолымыз жай белімізде жатыр. Төмен қаратай еңкейген сайын мына бір түсті жауырын жотаны төмен қаратай басамыз. Бұндағы мақсат немене? Бұндағы мақсат көкірек клеткасы алдыға қаратай жылжу керек барынша. Яғни диафрагманың жұмысын жандандыруға мүмкіндік тудыруымыз керек. Еңкейген сайын ақырын демді үрлей беруге болады. Ешқандай денені сілкілемей, баяу, баппен төмен қаратай ақырын кете беруге болады. Бұлай мен көрсетейін. Төмен қаратай кете беру керек. Кәнекей көрейік. Дұрыс. Басыңды төмен қаратай түсір, Әли. Сен тым қабырғаға жақын тұрсың, Мойын бұлшықеттерін босат, басы төмен қаратай жібер. Жұлдыз, басың төмен қаратай жібер. Жұлдыз, басыңды төмен түсір. Еңкейген сайын демді ақырын үрлей береміз. Жоғары көп көтерілдің керегі жоқ, Әли. Жоғары төмен. Тура осы жаттығу енді сол қолмен жасап көреміз. Басыңды босат, мойын бұлшықеттерін босат, басты жібер. Сілкілеме, Әли, денені төмен қаратай. Ақырын еңкейген сайын демді үрлей беріңдер. Жақсы. Тура осы жаттығу енді екі қолды қатар қойып, бір-біріне жабыстырып қойып істейміз қабырғаға. Басты төмен жіберіңдер. Мойын бұлшықеттер бос. Жоғары көтерілме, Әли. Беліңді қайқайтпа. Салмақ белге емес, анау жауырын жотаға түсу керек. Ақырын төмен қаратай кете бер. Еңкейген сайын демді үрлеп отырамыз. Үрлейміз, баяу көтерілдік, төмен басылдық, баяу көтерілдік, төмен басылдық. Жақсы. Мінекей, бұл біздің үшінші жаттығуымыз. Енді көшеде кетіп баратқан кезде, мысалы, сабақтан немесе жұмыстан шаршап келе жатқан кезде мүсін түзулігімен жаттығуды қалай өмірде жасауға болады? Өте жеңіл жаттығу. Мысалы, көшеде келе жатсыз. Иығыңыздың былай алды қаратай түсіп кеткен, еңсеңіздің түсіп кеткен сезіндіңіз. Мына костюмді бір вешалкаға ілген сияқты иықтың қозғалысын жасап, мүсін жаттығу деп есептеуге болады. Қараңыз. Келе жатырсыз, иығыңыз түсіп кетті. Иықты былай айналдырдым да.
қойып алдым. Мүсін түзу. Ары қарай жүрісіңізді жалғастыра беруге болады. Бұл енді кез келген адам, мысалы, бұл жаттығу жасауға болады. Қиын емес, қанекей көрейік. Иықты айналдырдық. Айналдырдық. Қойдық. Иықты қазір айналдырып қойып аламыз, қанекей, кеттік. И бір айналдырдық, қойдық. Кеттік. Еркін, бірің артынан бірің. Мүсінді түзу ұстаған қалпында. Жақсы. Өкпені тазалап тастайық. Бір рет. Кеттік, қанекей, кеттік. 1, 2, 3 шалқайдық, адымдадық, выдық. Демді үрлейміз. Толық үрлеңдер демді. Мен естімей жатырмын. Деген дыбыс шығу керек. Кеттік, қанекей, тағы бір рет. 1, 2, 3 үрлейміз. Мынау жақын кішкене. Бүгінгі сабағымыздың соңғы жаттығуы бұл мүсін түзулігіне арналған. Қазір соны көрсетпекпіз. Мүсін түзулігін өмірде де жаттықтыруға болады. Жаңа айттым ғой, көшеде кетіп бара жатқанда. Енді мысалы үйде компьютердің алдында жұмыс істеп отырған кезде, немесе телевизор көріп отырған кезде, тіпті тамақтанып отырған кездің өзінде де мүсін түзулігіне назар аударып, оны жаттықтырып, назар аударуға болады. Мен қазір отырған кезде мүсін түзулігіне қалай назар аударуымыз керек? Соны көрсетпекпін. Жалпы адам отырғанда, тұрғанда, жүргенде айталық көпшіліктің алдына шыққанда, немесе бір конкурстық, концерттік бағдарлама жүргізіп отырғанда, немесе жаңағы телевидениеде диктор болып жаңалықтар отырған кезде мүсінге қатты мән берген жөн. Мысалы, ең соңғы омыртқа, қазақ оны құйымшақ деп атайды. Сол құйымшақты бір темірден жасалған бір винт деп есептеп, оның үстінде тұрған бүкіл омыртқаны пружина деп есептеуіміз керек. Яғни, мысалы, мен көпшілік алдына шығып тұратын болсам, салмақ, орыстар центр тяжести дейді. Салмақ, ауырлық нүктесі қай жерге түседі? Міндетті түрде құйымшаққа және екі аяққа түсу керек. Кейбіреулердің, мысалы, ауырлық нүктесі басында болады, кеудесінде, екі қолында, екі аяғында. Ондай адамдардың жүрісі де, тұрысы да өзі бөлек болады. А негізінен жаңағы салмақ нүктесі ол құйымшаққа, бел дейді ғой қазағында, ең соңғы омыртқаға түсіп тұру керек. Мысалы, тұрсың, ал қалған жоғары жақтың бәрі өте еркін болу керек жұмыс істеген кезде. Жестикуляция, қолда, мысалы, мойында, жұмыс істеп тұрсың, бірақ жаңағы салмақ құйымшақта болу керек. Мүсін түзу әрине. Мүсін түзу әрі еркін. Отырған кезде оны қалай жаттықтыруға болады? Мысалы, айталық. Бізде көбінесе қазір жастар орындыққа отыруды білмейді, немесе креслоға. Олар жатады. Жатпау керек. Отырып үйрену керек. Тұрып үйрену керек, жүріп үйрену керек. Мысалы, отырсыз. Салмақты қайда түсіресіз? Салмақ мінекей белде, құйымшақта. Қалған мінекей жақтың барлығы еркін. Осылай отырып, мысалы, жұмыс істей беруге болады. Ары бері. Мойында бос, еркін. Диафрагманың жұмыста жанданады бұндай жағдайда. Өйткені сен мына кеудеңді төмен түсіріп, диафрагманы қысып отырған жоқсың. Керісінше диафрагмаға жағдай жасап отырсың мінекей. Міне осындай жағдайда жұмыс істеу өте ыңғайлы және өте пайдалы деп есептеймін. Қазір Жұлдыз бен Әли біртіндеп отырып көрсетсін. Егер қателіктер болатын болса, мен түзетемін. Жұлдыз отыршы кәнекей. Салмақ ең соңғы құйымшақта. Әлі де кішкене майыстыру керек, белді алды қартай жібер, көкірек кілексін алды қартай жылжыт кішкене. Еркін. Бұндай жағдайда, мысалы, ары бері қозғалып көр кәнекей. Салмақ мінекей құйымшақта, жоғары жақтың барлығы бос. Қол, мойын барлығы бос. Бұндай жағдайда жұмыс істеу өте ыңғайлы болады. Тұра ғой, рахмет. Әли, сен отырып көрсет. Тіп-тік, ары бері қимылда. Қол, мысалы, жұмыс істеген кезде адам қатып қалып жұмыс істемейді ол. Жестикуляция, мойын, айталық, бел өте еркін. Тұра ғой. Ал енді осы жағдайды, мысалы, тұрып көрсетіңдерші. Салмақты қазір құйымшаққа саламыз. Құйымшақта және екі аяққа салмақ түсіреміз ағын. Бір сахнада, немесе бір мінбеде сөз сөйлеп тұрмын деп есептеп, осыны тексеріп көріңдерші. Жоғары жақтың бәрі еркін. Қолда бос, еркін. Мойын бұлшықеттері өте еркін, бос. Бірақ салмақ құйымшақта және екі аяқта. Жүргенде де, мысалы, салмақ сол
аяқта болады. Екі аяқта жүргенде еркін, ешқандай қарында емес, жауырын жотада немесе баста емес, иықта емес, мінекей белде екі аяқта. Ондай адамның жүрісі де бірден белгілі. Шығып келе жатқан кезде ол бөлек. Мінекей біздің бірінші сабағымыз бойынша көрсетілетін жаттығулар осымен аяқталды. Қымбатты достар, мінекей сіздер мүсін түзулігі, психофизикалық еркіндік тақырыбы бойынша біраз жаттығуларды үйрендіңіздер. Енді мысалы келесі сабақ дем болатығым болса, осы мүсін түзуленбей, кеудені тік қалыптастап үйренбей, тынысты қою мүмкін емес. Сондықтан бүгінгі өткен жаттығулардың бәрін қайталап, бойларыңызға сіңіріп, келесі сабаққа дайындықпен келулеріңізге тілектеспін.